Ассаламуалейкум, қазақ елі. Менің сіздерге көптен бері айтамай жүрген бір әңгімем бар еді. Соны бүгін айтатын сәт туып отқан сияқты. Мына біздің эстраданың әншілерін, танымал әншілерді халықтың адамы, халықтың баласы, халықтың қызы деген әңгімені қояйықшы. Халықтың адамы деген бір елді мекенде қайғылы жағдай болғанда, су тасып кетсе, мысалы жер сілкінсе, сол жерде ат салысып көмектесіп жүретін, қол ұшын беріп жүретін адамдарды айтады. Халықтың жанашырларын. Бұл кісілер істеп жатса, еңбек етіп жатса, өздерінің отбасы үшін, өздері үшін, өзінің құлқындары үшін, жақындары үшін, әулет үшін, қалтасы үшін жасап жатыр. Сіз той жасайсыз, соларды шақырасыз, пәлен миллион теңгемен. Олар келеді дағы, аузын жыбырлатып кетеді. Бекерге сіз кредитке, қарызға батып қаласыз. Қазақстан түгілі шетелден шақырып жатсаңыз да, сол бала шағаңыз ары кетсе 2-3 айдан кейін ажырасып кетіп отыр ғой. Ана сөз бар ғой, ләззат кетеді, күнә қалады деген. Сол сияқты танты сол кезде кетеді, бірақ мойнында кредит қалады, төленбеген. Біздің бір қателігіміз осы көршіңіз немесе бір жақыныңыз, туысқаныңыз той жасаса, сол жерге пәленше түгенше келсе, сіздің де тойыңызға пәленше түгенше келу керек. Болмаса түгенше пәленше, оның орнына сонымен дәрежелес, деңгейлес. Олар келмесе той өтпей қалатындай да. Сол үшін және де айтатыным, оларды жұлдыз деуді қойыңызшы. Қойыңыздаршы соны. Жұлдыз тек аспанда. Бұлар жай ғана жердегі адамдар. Сіз бен біз сияқты. Артықшылықтары жай ғана эфирден, ғаламторда көп көрініп жүрген адамдар болды. Басқа ешқандай да біздің артықшылығы жоқ. Сол үшін ойланайық. Халықтың адам деп айтудың алдында, жұлдыз деп айтудың алдында басты тілден кетіп қалмайық. Халықтың адам деген басқа болады. Нағыз елдің жанашырлары олар. Жарайды, ассаламуалейкум. Амандықта, есендікте жолығайық.